Ахмет Байтұрсынұлы, аңдарға келген індет. Алланың рахметі мол, қаһар ағатты, қарғатып дерт жіберіп хайуан атты. Қырылып у жегендей түрлі аңдар әр жерде төбе-төбе болып жатты. Шошынып хайуандар келген дерттен, біле алмай неғыларын есі кеткен. Далада, үйде, қырда, орман тауда сау қалған жер болмады бұл індеттен. Түзеліп аң біткеннің қылықтары, кәсібі өзгеріліп ғұрыптары. Зорлықтың, зомбылықтың бәрін тастап, тимеді нашарына ұлықтары. Жоғалды ойын күлкі сауықтары, зор болып аурудан қауіптары. Қасқырлар қойға тимей ораза ұстап, жай жүрді түлкі жемей тауықтары. Арыстан, аң патшасы жатпай текке, жар салды жұрт шақырып төңірекке. Жиылып болғаннан соң енді арыстан бұлайша сөз бастады келген көпке. Жұртым, нәпсімізді тыя алмадық, не түрлі жаман істен ұялмадық. Күнәміз көп болған соң қаһар етіп, жіберді Құдай бізге ауырмалдық. Мен тұрмын шығармаққа жаңа тәртіп, тәртіптен қалмайды ешкім басын тартып. Жұрт үшін құрбандыққа жанын қисын, күнәсі кімде-кімнің болса артық. Бұрында мұндай індет талай болған, жұрт таңдап күнәлісін құрбан шалған. Көп үшін бірі ғана қиып, қырғыннан өзгелері аман қалған. Құдайым жіберген соң бізге індет, ісіне құдіреттің көнбек міндет. Күнәсі кімде-кімнің болса артық, бас тартып жалтармасын о деп бұ деп.